Мысалы, Элиф бірінші ішкен кезде бізде организм сканер жасайды. Қай орган ауырады, сізде қандай проблемаңыз бар, одан кейін барып детоксикация жүре бастайды. Одан кейін барып 6 ай мен 24 айдың аралығында организмде реттеу, сауығу процесі жүре бастайды. Міне сол кезде бір ауруыңыз дұрысталады ғой, бір ауруыңыз дұрысталады, сол кезде бұл соны дұрыстап, екіншісіне өткен кезде міне сол кезде обострение жүре бастайды. Сосын кейбір кісілерде бас ауырады. Элифті ішкен кезде бас ауырады, тахикардия болады, жүрек тарсылдап, біреулердің жүрек айниды. Неге олай болады? Өйткені бұл өнім біздің мынау миға баратын мелкий сосудтарға дейін тазалайды. Мидағы мына клеткаларымызға питание бере бастайды. Міне сол кезде басымыз ауырады. Жүрек неге тарсылдап кетеді? Энергия жетіспей жүрген адамға міне бірден бір капсуласын ішіп алған кезде тахикардия болып жүрек деген тарсылдап кетеді. Ондай кезде не істейміз? Ондай кезде дозасын кішкене азайтамыз. Жалпы бастаған кезде дозаны кішкене аз-аздан бастау керек. 3-ке бөлестер, өйткені бір капсула өте мықты бұл. Ал мына инсульттан кейінгі адамдар, инсульт, инфаркт алған адамдар восстановлениеге ішеді ғой, сол кезде ол кісілер мына Элифті 8-ге бөлу керек. 8-ге 9-ға бөледі. Ал мына Аксель Рестор мен Слипті іше береді. Оны кешке қарай мына бикардионы ішу керек. Бикардионы ішесіздер. Бикардионың өзін мына бір стикті 300 граммдық болмаса 0,5 бутылкаға заварить етіп қоясыздар да, соны таңертеңнен кешке дейін ішесіздер. Сәлеметсіз бе, Жұмабек мырза, қалыңыз қалай? Рахмет, сізге де сәттілік. Міне Жұмабек мырза да осы компанияда біздің серіктес, бұл кісінің де каналына өтіп өзінен сұрасаңыздар болады. Жұмабек ағамызда 2 рет инсульт алған, геморрагический инсульт алған. Содан міне осы өнімдердің арқасында қазіргі таңда міне өте керемет нәтижесі. Эфирін ақырып тыңдаңыздар, өзінен сұраңыздар. Сондықтан да міне осы бикардионы ішеміз. Бикардио қазіргі таңда бізде акцияда тұр. 30 стик бар ішінде. Кеше жаңағы хабарласқан әйел айтады да, өзінде жаңағыдай онкологиямен ауырып жүр өзі, сосын жолдасым дейді, аяғым мұздап жүреді дейді, сосын жаңағыдай бас ауыра береді жиі дейді, и тромбалар көбейіп кеткен қанның құрамында. Ол кісіге міне осы өнімді ішу керек. Бұл өнім не істейді? Бикардио бұл мына біздің қанда көбейіп кеткен тромбаларды ыдыратады. Мысалы, сол тромба жарылып кететін болса, бұл деген летальный исход дейді. Даже сіз жедел жәрдем шақырып үлгермейсіз. Сондықтан да алдын алу керек. Тромбаларды ыдыратады, холестериновый бляшкиді кетіреді, қанды сұйылтады. Қан сұйылғаннан кейін, қан айналым дұрысталғаннан кейін міне аяғы мұздамайды адамның. Бұл бикардио деген өнімі осы Биэпик компаниясының 20-дан аса түрі бар осы клеточный питаниенің. Соның ішіндегі міне бикардио деген өнімі бағасы 38 000 теңге тұрады. Ал магазиннен тіркеліп алатын болсаңыздар, мына өнімді 65 000, 66 000 теңгеге 2 пачкасын алып аласыздар. Қазір мен 2 адамды тіркеуім керек. 2 адам тіркеу керек. Бағана эфирға шығып алайын, сосын тіркейім дедім ол кісілерді. Міне осы өнімді алғалы отыр. Сосын мына варикоз болатын болса, варикозный расширение болатын болса, ол да жаман ғой, мысалға тамырлары адырайып кетеді, ол да жарылып кетуі мүмкін. Міне сол варикозды кетіреді. Ер адамдарда простатит аденома болатын болса, простатитті кетіреді. Простатитті біз ойлаймыз, ол деген мына ер адамдарда мына суықтағаннан болады деп. Ол одан емес, ол сидящий болезнь дейді. Көп қозғалмағаннан жамбаста қан үйіп қалады. Бағасы 38 000 теңге бикардионың. Жамбаста қан үйіп қалады, міне содан әрі қарай емделмегеннен кейін ол аденомаға айналып кетеді. Сол қан айналымды дұрыстайды, реттейді. Иларгинин бар құрамда, оксид азота бар, кислород береді. Сондықтан да міне инсульт, инфаркттың алдын алу үшін де, одан кейін восстановление жүру үшін де осылай комплексін ішесіздер. Бұның ақшасына қиналмаңыздар, ақшасын санамаңыздар. Ол денсаулыққа керек нәрсенің ақшасын санаудың қажеті жоқ. Егер сіз больницаға баратын болсаңыз, қазір даже аптекадан дәрі алатын болсаңыз да, қымбаттап кеткен дәрі-дәрмектің бәрі. Өткенде поштаға барсам, бір апа тұр, пенсия беретін уақыт екен, как раз мен посылка салуға барғам, соны ана қыз обедке кеткен екен, кішкене күтіп қалдық. Сол кезде айтып жатыр да, пенсия алам дейді 150 000 теңге, соның жартысын дейді мен дәрі-дәрмекке жұмсаймын дейді. Өзі инсульт алған кісі екен. Сосын мен айттым, не істейсіз, сіз ол дәрі-дәрмекті алып, одан да міне мынаны бір комплексына ішіңіз, 3 айда міне өте жақсы нәтиже көресіз. Біз көрген жерімізде міне ауырып жүрген кісі болса, міне айтқымыз келіп тұрады. Өйткені өзіміздің басымыздан да, өзіміздің отбасымызда да болды ондай жағдайлар. Мысалы, жаңа менің әпкем сол қаншама уақыт сол өттегі тасты ертіп түсірем деді, одан кейін операция болды, операциядан кейін хронический панкреатит болды. Сөйтіп жүрген кезде 2 миллион, 3 миллиондай ақшасы кетіп қалды. Одан да міне осының комплексін алса, сол ауруларының барлығы даже операцияға жеткізбей, содан жазылуға болатын еді.
Содан кейін маған Толғанай деген кісі келді Жетісайдан. Ол кісі де өте тас болған. Ол кісі вовремя алып ішті. Былтыр январда келген маған, үйге келген. Январда келді. Сосын мен айттым, осы өнімді үзбей ішіңізші 1 жыл. Сол кезде ана өтіңіздегі тас өзі-ақ түседі. Сосын январда іше бастады. Сосын май айында барып, ұлдар да келетін, ұлдар да келіп алып кететін. Май айында барып, Жазира әпкеңіздің халі менің жағдайымда болыпты дейді. Иә, тура сондай болды ғой. Бірден 20 килограмм тастады. Диетада отырды. Қазір тфай-тфай Құдайға шүкір жақсы. Гүлжамиля Төлешева деп каналына кірсеңіздер болады. Өзінен сұрасаңыздар болады. Өзі де эфир жүргізеді. Ұйқы безі восстановилась. Міне мынамен ұйқы безі қайтадан восстановилась. Міне мына өніммен. Жаңа accelerate sleep. Sleep дегеніміз ұйқыны білдіреді. Міне осы сіздің ұйқыңызды, жүйке жүйеңізді, ұйқы безіңізді бәрін реттейтін осы өнімі. Міне осының комплексін ашты. Ай сайын алып беріп отырды балалар. Қазір өзі жұмыс жасап жатыр, уже балаларынан ақша сұрамайды. Өйткені осы компанияда, осы интернет магазинінде өзі ақшасын, табысын тауып отыр. Мына Елефті сол жақтың бәрін обеспечить етіп отыр, сол Ұзынағаш жақтың барлығын сатып отыр. Алады, сатады, міне өте тиімді. Мен де осы 3 пачкамен бастағам. Ол кезде $117 болған. Мен қолдан сатып алдым, ішіп көрдім, нәтижесі күшті болды. 2 аптада гайморитім кетті, мұрыннан сау етіп гнойный мокрот ақты. Содан мына жерім ашылды. Содан кейін бар, міне сол гайморит дегенді ұмыттым мен. Сосын бауырын ауырғаны қойды. Сосын беттегі дақтар кете бастады, шашым өсе бастады, ағарған шаштарым қарая бастады. Сондай күшті нәтижесін көрдім. Кішкентай баламның ішінен мына Елефтің тәтті түрінен паразиттер шықты. 1 ай паразит шықты, содан кейін иммунитеті көтеріліп, балам ет алып, кәдімгідей бойы өсіп, жақсы бола бастады. Содан біз жолдасыммен ақылдасып, осы өнімдерді алып ішейік барлығымыз деп, мен осы компанияға келіп, осынан интернет магазин аштым. Болмаса мен сол кезде не ететін, баяғыда бір Oriflame-де істегем осы сетевой маркетингті. Содан кейін өзіме айтқан болатын, болды, құрсын, енді сетевойға жоламайым деп. Енді қарап отырсам, бұл сетевой маркетинг болғанымен, мынау интернет магазиніңіз тура сіздің өзіңіздің мынау Каспи магазиніңіз сияқты ғой. Тек қана бұның айырмашылығы, Каспида мысалға ИП ашуыңыз керек, доходыңызды көрсетуіңіз керек, одан кейін магазинге разрешение аласыз, разрешение алғанның өзінде товарға сіз вложение жасауыңыз керек. Сосын заказ түсе ма, сразу жаңа Каспидің Замер деген складына жеткізуіңіз керек. Бұның жұмысы да көп, несі де көп. Содан кейін барып мен салыстырып қарап отырсам, мына магазин күшті екен. Мынау актуальный ниша, денсаулық актуальный ниша. Қазіргі таңда міне қаншама адам бізде ауырып дертіне дауа таппай жүр. Шетел асып жатыр, о жақтан барып емделіп келіп жатқандары бар. Жақсы болмай міне соңында міне ажал құшып жатқандар бар, Құдай сақтасын. Ал мына өнімдер міне күшті жұмыс жасайды. Ең бастысы, кез келген компанияны таңдайтын болсаңыздар, өніміне қараңыздар. Бірінші маркетинг емес, өніміне қараңыздар. Өнімі қандай? Сұранысқа ие ма, жоқ па, көмектесе ма, жұмыс жасай ма, сонысына қараңыздар. Міне мына актуальный ниша, осы денсаулық маған ұнады. Өзіме көмектескеннен кейін, отбасыма көмектескеннен кейін, мен уже келесі айда мына өнімді алу үшін мен өзіме интернет магазин ашып алдым. Сол апаның реферальный ссылкасын алдым да, интернет магазин ашып алдым. Сонымен $117 салдым. Осы 3 Елефке ол кезде арзандау болатын бағасы, кейін көтерді ғой, компания $5-10 көтерді. Сосын барып долларда бізде көтерілді. Содан біреуін өзім іштім, екеуін әшейін Инстаграмға салғам. Мен осындай өнім ішіп жатырмын деп. Өзімнің бұрыннан келе жатқан оқырмандарым, 40 000 подписчигім бар ол жерде. Мені уже білет 5 жылдан бері. Сол кісілердің арасынан шыға бастады. Мә, Жазира, сен Елеф ішіп жүрсің ба? Мен де баяғыда ішкем, сосын таппай қалдым деген кісілер де шықты. Содан 2 пачкамды сатып жібердім. Соның үстіне тағы да кішкене ғана ақша қостым, мені сөйтіп менде айналып кетті ары қарай. Қазіргі таңда менде мини-складта барлық бүткіл продукциясы бар осы компанияның. 20-дан аса түрі болса, сол 20-дан аса түрінің барлығы бар. Міне үйде отырып ақ жұмыс жасай берем, еш жаққа шықпайсыз. Velox бізге Америкадан алып келеді, Ютада фабрикасы мына өнімнің. Америка құрама штаты Юта деген қаласында орналасқан. Міне сол жерден прямой Velox деген компания самолетпен бізге Алматы Астанаға алып келеді. Алматы Астанаға алып келген екен, осы жерде Мавата деген курьерская компания үйге дейін жеткізеді. Басқа региондарға барлығына солар тасымалдайды әрі қарай. Үйде отырасыз, міне, әкеп тастайды үйіңізге дейін. Осындай өзінің пакеті бар, көп пакеті. Сонымен үйге дейін әкеп тастайды, қол қоясыз да аласыз, болды. Еш жаққа шығудың қажет жоқ. Сосын Алматы облысы, мынау базовый комплексі, мынау жаңағы мен айтып отырған, рестор только мынандай немен кетті.
бұрын осындай пачкасы да болатын. Өткенде Үміт деген апай сұрап жатыр, Жазира маған мынандай келді. Бұл акселер ма деп. Мен айтып жатырмын, бұл акселер міне. Бұрындары осындай болған. Осындай пачкаларда болған міне. Акселер рестор. Мынаусы да қазір осынысын салып жүргенде. Міне осы фиолетовый капсула. Осыны ішесіздер ғой түнге қарай. Тура сол акселер міне. Сол фиолетовый капсула, мынау акселерейт слип, жаңағы ұйқы безіне көмектесетін, біздің жүйкемізді реттейтін, ол мынандай ақ капсулада болады. Тамақтан кейін мынаны ішіп аласыздар, 30 минут өткеннен кейін жатар алдында мына акселерейт жаңа слипті ішіп аласыздар. Қатып ұйықтайсыздар, ешқандай түс көрмейсіздер, зато таңертең бодрый болып тұрасыздар. Міне сөйтіп бастадым. Сонымен ақырындап сол Инстаграмға сала бастадым. Өзімнің оқырмандарым келе бастады, сатып ала бастады, тіркеле бастады. Ең күштісі бұл жерде адам келе салып ақ табыс табуға болады. Міне менің астымнан келіп Алтош деген кісілер тіркеле бастады. Мен де алам, осы компаниядан заказ беріп алам деп. Сол келген адамдарға быстрый старт, мен осы өнім туралы ақпарат бергенім үшін компания маған сразу $35 лақтырып жібереді. Мынау магазиндегі электронный кошелегіміз бар. Соған айлықты да, ақшаны да барлығын тек қана доллармен аласыздар. Бұл жердегі жұмыс міне осы өнімдер туралы ақпарат беру, осы өнімдер арқылы міне жарнама жасау. Сол үшін бізге компания ақша төлейді. 8 түрлі табыс көзі бар. Бұл жерде быстрый старт жаңағы келген кісіден сізге сразу. Басқа сетевой компанияда қай жерде бар мысалға ондай маркетингті мен көрген жоқпын. Сосын тіркелуі $20 бұл жерде. $20 $10 000 ғана теңге. И то оған міне өніміңізді аласыз, жолы $17. Анау самолетпен, курьермен үйге әкелгеннің өзінде $17 жолына. Сосын бұл компания қайырымдылық мақсатында ашылған, 2016 жылы ашылған. Ең бірінші осы LF8 деген өніммен шыққан нарыққа, космонавттарға берген бірінші, сосын спортсмендер қолдана бастаған, сосын мені қарапайым халық қолдана бастаған. Осы өніммен шыққан, одан кейін мені Accelerate Restore Sleep қосылған құрамына, одан кейін барып басқа өнімдері мені қосыла бастаған. Бұл компанияны отбасы басқарады, Патмандар отбасы, атасы, апасы, баласы, келіні, қыздары басқарады. Мұндай отбасы басқарған компания өте сенімді. Өйткені ана инвесторлар болатын болса, мысалға біреу кететін болса, өзінің долясын алып кетіп қалады ғой, сол кезде компания банкротқа ұшырайды, жоқ болып кетеді. Ал бұл отбасылық компания болғаннан кейін бұл өте сенімді. Ертең қорықпайсыз, жоқ болып кетеді ау деп. Сосын қайырымдылық мақсатында ашқан 3 елев барлық уақытта акцияда тұрады. 4 акциялар барлық уақытта акцияда тұрады. Сосын двойной акция береді кейде. Мысалы энзим деген өнімі, көпшілігі білмейтін шығар оны. Мен телефоным қайда бе? Энзим деген өнімі қазіргі таңда $15 тұр. $70 продукциясы. Өзі магазиндеріңіз болған жақсы, сондықтан да айтам ғой, магазин ашып алыңыздар деп. Міне мен 6 айдың ішінде міне осында склад жасап алдым. Қазіргі таңда міне алам, сатам, компаниядан айлық алам, мысалы компаниядан кем дегенде $1000 алам мен ай сайын. Күшті емес па? Үйде отырып міне $1000 қазіргі таңда міне 500 000 теңге бола ма? Міне сондай болады. Міне осындай двойной акциялар береді. Бұл компанияны ашқан мақсаты бұл отбасының. Өз жерде адамдар табыс тапсын, денсаулығын тіктесін, міне сондай мақсатта ашқан. Сондықтан да ай сайын міне күшті сондай керемет акцияларын беріп отырады. Міне сол акцияны пайдаланамыз біз. Мен өз басым сондай акцияны пайдаланам. Мысалға энзимді берді ма $15. Мен өзімнің 5 магазиннен содан көп алып алам. Сөйтем да оны D3 кальций бар ма дейді. Әне тұр, омега тұр, полкада тұр, сары. Ішінде 60 капсула. Содан алып алам да, сосын мына сатылу бағасымен сатам. Қазір көрсетейін деп отырмын соны. Бұны көпшілігі білмей қалады, көрмей қалады да, сөйтіп пропускать етіп алады. Энзим асқазан ауырғандарға, міне, гастрит, жаңағы язва, міне сосын запор болатын адамдарға, сол кісілерге мына иммунокод бізде магазинде жоқ болатын. Алдында 1 сағатқа шығарып 40 продажа болып бітіп қалған. Иммунокод тұр, міне $110. Мынау триглип деген өнімі, мен өзім іштім, күшті салмақ тастайды екен. Мына триглиптан сахарға өте жақсы. Сосын міне мынау full tabs, жаңа мен көрсетіп отырған full tabs $110 тіркелуі тегін, 10 пачка келеді. $127 алып аласыздар. Так, мына жерде біз $200 асатын өнімдеріне заказ бермейміз. Мынау коралловая вода. Так,
мына жерде мынадай өнімдер тұр, 4-еуден 5-еуден кейде қойып қояды. Актив Greens'ға әлі де тұр акция, мынау коллагені, мынау кофесі. Так, мына жерде мына бір мармеладын шығарып қойыпты $10. Детский, бұл да баланың миына, дамуына өте жақсы. Осында мына основной заказдарыңызға қосып алсаңыздар болады. Арзан ғой деп мынаған қызықпаңыздар $10. Өйткені бұл невыгодно өйтіп алатын болсаңыздар. Өйткені $17 жолына төлейсіздер. Так, мынау пробниктары, мынау Elif пен Active Greens. Міне Active Greens мына жерде тіркелуі тегін тұр. Так, көріне ма, көрінбей ма? Тіркелуі тегін тұр. Коллаген кофе барлық уақытта тіркелуі тегін тұрады. Мынау Botex кремін екеуін шығарып қойыпты мына жерге. Так, екеуі тұр еді ғой. Міне, екеуі тұр. Мына Botex кремі де күшті. Косметикадан осы екі-ақ түрі болатын. Біреусі сывырткасы, анау менде полкада тұр. Сывырткасы 40 косметиканы заменять етеді. Кожаны на клеточном уровне жасартады. Ол қазір жоқ бізде. Мынау Botex кремін жағып аласыздар, 10 сағат тұрады. Әжіміңіздің бәрін тартып тастайды. Botex крем бағасы міне біз 12 мыңнан сатамыз, мына біреуін, мына жерде $30 магазиннен алып алсаңыздар болады. $100 аса продукцияға өнім алуыңыз керек, сонда оның балы есептеледі сізге, сосын жаңа образ жизниға кіреді. Мен мына кремді мысалға өткен жол 3 елев заказ бердім, қасына қосып алдым кремді. Сонда маған жолы кремнің бесплатна келді. Сосын мынау жаңағы мармелаты бар ғой $10 тұрған. Онда заказға қосып ал. Міне 4 акциялар барлық уақытта тұрады тиімді бағада. Міне Drink to Shrink, жаңа мен көрсетіп, мынау коллагені, мынау Elif'тің біреуі тұр, міне 3 Elif тұр. Өткенде $105 берді. Өте күшті бағада берді. Қазір $115 тұр. Міне осылардың қасына қосып аламыз. Мынау базовый, мен көрсетіп отырған жаңа базовый, мына 1 Elif, 2 акциялар. $100 тұр. Мынау Regener деген шайы, бұл буындарға, суставтарға өте жақсы. Базовый ішесіздер, қасына осы Regenerді қосасыздар. Сол кезде комплексына тез әсер етеді. Міне мынау Bicardio деген, Bicardio міне акцияда тұр. Жаңа айтып отырғаным осы $110 тұр. Тіркелуі тегін, жолымен $127 ғана болады. Міне осындай күшті ай сайын акция береді. Қазір мына жерде мен энзим тұрса көрсетемін. Мынау пластыры. Пластырда акция бағамен тұр. Мынау детокс шайы. Так, мына өнімі өткенде тоже $15 тұрды. Magic. Висцеральный жирді күшті жығайт етеді. Міне энзим тұр. Энзим деген осы өнімі міне. Банкасы үлкен, міне мынадан да үлкендеу. Бұл негізі өзінің бағасы $70. Бағасы, сатылу бағасы 38 мың теңге. Енді қараңыздар, осы қазір міне $15 тұр. Оны да мен өткенде міне мынадай нелердің қасына қосып алдым. Өйткені бұдан энзим деген өнімі, бұл пробиотик, живые бактерии бұның ішінде. Мына асқазан ауыратындарға, запор болатындарға, үлкен дәретке қиналатындарға мына өнімі өте күшті өнім, осы өнім. Мынадай су болады, жидкий түрі болады, соны тамызып ішіп аласыздар. Бұдан 3-еуін ғана береді екен, бір магазиннен 3-еуін ғана береді екен. 3-еуін ғана алатын болсаңыз, образ жизниға кірмей қалады, поэтому невыгодно. Сондықтан да міне каждый міне береміз ғой біз, мысалға 2 иммунокод бердіңіз, соның қасына 1 энзим қосып алсаңыз болады. 4 акциялар аласыз ба, соның қасына 1 энзим қосып алсаңыздар болады. Сондықтан да мынау акция болған кезде міне біз мысалы мен өзіме түскен жаңа айлығым бар ғой, $1000 сондай түседі. Сол айлығымды мен алмаймын, тиіспеймін, қойып қоям. Міне осындай акциялар шығып қалады ғой, мен сол кезде көбірек қылып алып алам. Сондықтан да мына энзимді алып алсаңыздар болады, әлі де тұр екен. Міне мысалға мен осы бағамен алам. Енді табыстың айтайын, табысты осы бағамен алам. Магазиннен сөйтем да ертең сатылу бағасында сатам мен бұны. 38 мыңнан сатам. Сонда қараңыздар. Маған 10 энзим келетін болса, 8 мыңнан алатын болсам, 80 мыңға алам. Сөйтем да мен оны 38-ден сатсам, маған 300 мың үстінен таза пайда. Сондықтан да мен всегда айтам ғой, бұл жерде денсаулықпен қатар табыс та бар, ақша да бар деп. Енді мен қалай сатам, мен сатамай жатырмын деген сатамайтын адам болмайды негізі. Бұл өнімдер жұмыс жасағаннан кейін бұлар сатылып кетеді. Менде кез келген продукция сатылып кетеді. Міне мынау дропство тұр мына жерде. Қараңыздар, міне жаңағы дропство. Әне мен жоғары наставнигім келді. Ерлан аға, саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Рахмет, көп-көп. Ерлан Бөгенбайұлы міне осы жерде, осы компанияда уже бірнеше жылдан бері жұмыс жасап жүр. Біздің жоғары наставнигіміз осы бизнестің қыр-сырын барлығын үйретеді.
келіңіздер, тегін үйретеді. Бұл жерде зумдар болады, бізде арнайы сабақтар болады. Міне сол жерден барлығын үйренсеңіздер болады. Қайырлы таң Ерлан аға, қалыңыз қалай? Энзим қандай ауруға дейді. Энзим жаңа айттым ғой, асқазан ауырғанға рахмет көп Ерлан аға. Асқазаныңыз ауырса, запор болатын болса, гастрит, язва, міне сол асқазан ішек жолдарына арналған. Көп рахмет. Міне біздің наставниктар кіріп, бізді әрқашан осылай поддержка жасап, подаркасын беріп, міне сөйтіп кетеді. Сондықтан да келіңіздер, ортаға қосылыңыздар. Бұл жерде денсаулық та бар, табыс та бар. Мына нені де дропстваны да солай алып алсаңыздар болады. 3 елев заказ бердіңіз бе, қасына дропства қосып алыңыз. Дропстваның бағасы міне $50 тұрады екен. $200 дейін заказ жасаймыз ғой. Сәлематсыз ба, Самал, қалыңыз қалай? $200 дейін заказ жасаймыз, сол кезде бізде таможнядан жаңадай налог сұрамайды. Сондықтан да мені қосып алсаңыздар өте күшті. Или болмаса үшеуін бірақ заказ беріңіз. Өткенде менде Гүлшат деген келіншек айтады, маған дропства керек еді депші. Соны мен айттым Гүлшатқа, үшеуін заказ бересің. Үшеуіне заказ берсең, образ жизниға кіреді сол продукцияң. Сосын тағы да компания скидка береді. Собери свой пакет деген немен алатын болсаңыздар, скидка береді. $10-15 дейін, $20 дейін кейде скидка береді. Сондықтан да бұл компания күшті. Міне ай сайын міне сондай күшті акциялар, жеңілдіктер беріп отырады. Міне соны пайдалану керек акция кезінде. Қазірде міне бикардиоға күшті акция болып тұр. Мына бикардиода бізде элефтен кейінгі міне екінші өнім. Күшті өтеді бұл өнімде. Мұны үлкен кісілер өте көп ішеді. Жастардың өзі де, біз өзіміз де ішеміз мысалға бикардионы. Мынау қан қоюланып кеткен, су ішемейтін адамдар болады. Су ішпесеңіз қан қоюланып кетеді. Суды ішкен кезде де бит прям сол 300 грамдық, 500 грамдық немен лықылдатып іше бермеңіздер, оның ешқандай пайдасы болмайды. Суды ішкен кезде жайлап ұрттап ішу керек. Мынау мысалға қазір мен ішіп отырған drink to shrink. Drink to shrinkті ішесіз, бүткіл мына іш құрылысыңыздың барлығын тазалайды. Артық сарысулар бар ма, қалып қалған нәжіс бар ма, токсин, шлак, каловый массы, каловый камни бар ма, міне соның барлығын мынау drink to shrink міне айдап шығарады. Болсынай апай кірді. Болсынай апай да келген кезде міне аяқтан жүре алмай келген. Аяқ қатты ауырады. Не, Болсынай апай, қазір қанша ай болды сіздің ішіп жүргеніңізге? Міне варикозға да ішесіздер осы бикардионы. Бәріміздің варикозымыз кетті ғой осы өнімнен. Соның басында Болсынай апай қазір өзі отырып, мына жерде айтайын, элефті ғана алды. Сосын мен айттым, сізде артроз 4-ші степень. Артрозыңызға ұқыр элеф болмайды, сізге міне базовый комплексін ашу керек. Сәлем, бикардио мен акселер қанша жай десем де. Білесіз ғой Жайзер апай, сіз бағасын 45 мың теңге, элеф 30 мың теңге. Бикардио 38 мың теңге. Бізге енді прескурант береді ғой, сатылу бағасы осындай деп. Сәлем, мамам тамақ ішпей жатыр, операция жасатқан, өтін алдырды, неден бастап ішсек болады. Жаңағы тура ләззатсыздікі менің әпкемдікінде ғой диагнозы, иә. Міне өтті алдырғаннан кейін менің әпкем жаңа айттым ғой, 68 килограммнан 48 килограммға 20 килограмм бірақ тастады. Тамақ ішемайды, слабость, басын көтере алмайды, жата береді. Одан кейін бар міне іш қату басталды ода. Клизмамен ғана барады, и то 4-5 күнде бірақ барады. Қиын ғой ол. Сосын міне осыдан бастап ішті. Ләззат, қазір мен мына жерге номерім жаза кетейін, WhatsApp-қа шығыңыз. WhatsApp-қа шықсаңыз, мен сізге толық түсіндіріп берем. Мына жерге WhatsApp номерім жазам. Скриндап алыңыз, болмаса жазып алыңыз, е? 727, міне 1366. Осы номерге шығыңыз. Шықсаңыз түсіндіріп айтып берем. Міне сол менің әпкемде өтті алдырды. Өттегі тас өйткені үлкейіп кетті да, ұйқы безіне әсер ете бастады. Ұйықтай алмайды, ауырады, ақырында приступ бере бастады. Сонымен барды, өтін алдырып тастады. Содан кейін хронический панкреатит болды, жаңағыдай арықтап кетті, тамақ жемейді. Осыны ішті. Сосын іш қатқанға мынау drink to shrink ішті. Сосын мынау детокс шайын бердім. Сосын бізде анау Green Greens деген өнімі бар ғой, өте мықты өнім. Ол өнімді уже Израильда бізде заңды түрде мынау онкологияны емдейтін өнім ретінде кіргізіп қойған. Назначение береді сол өніммен онкологиямен ауыратындарға. Сонысын ішті. Міне осының барлығын комплексін ішті. Қазір уже мына бикардионы қосып ішіп жүр, Green Greens ішіп жүр, енді Regener ішем деп жүр. Осыдан бастатыңыздар, міне осыны ішсін. Осыдан кейін бар, міне дұрыстала бастайды. Өт деген, бауыр деген біздің организмде біздің фильтр ғой ол.
ол өте маңызды рөл атқарады. Бізде бір орган ауырды ма, міне басқасының барлығына әсер етеді. Ұйқы безіне де әсер етеді, басқасының барлығына әсер етеді. Сондықтан да ана өт өзінің қатпаршағына артық майдың барлығын жинап отырады. Сонымен асқазан тамақ қорытатын кезде ана өзінің мөлшерімен тамызып отырады. Сөйтеді да міне асқазан тамақты жақсы қорытады. Одан кейін бар міне ішек жолдарыңыз дұрыс жүре бастайды. Запор деген болмайды. Өт жоқ болса, анау майды бет алды шаша береді. Сонымен бүткіл организмге оның кері әсерін тигізеді. Сондықтан да міне мына өнімдермен қайтадан восстановление жүреді. Елев біздің клеткаларымыздың барлығына керек қоректі береді. Біз мына тамақтан аламаймыз оны. Даже дәрі-дәрмектің өзінен де. Дәрі-дәрмектің барлығының құрамында синтетика бар, обезболивающий бар. Ол симптомды мынау басады. Қазір сіз ауырып тұрсаңыз, мысалға кетанал ішіп аласыз, болды, иә? Тісіңіз ауырама, басыңыз ауырама қойып қалады. Ал ол ар жағындағы себеп салдарын емдемейді ғой. Мына өнімдер именно сол ар жағындағы анау хронический ауруыңыздан бастап, міне соның барлығын емдейді мына өнімдер. Емдегенде де бұл біздің клеткаларымызға керек қоректі береді. Іш құрылыстың барлығын тазалайды. Мына сол кезде біздің иммунитетіміз көтеріледі. Ағза өзін өзі емдейтіндей дәрежеге жетеді. Міне сөйтіп емделеді адамдар. Міне сол болсын аяпай құрғосын ішіп жүрді. Псориазға да көмектеседі. Псориаз мысалға бізде нервтан болады, кейде. Ал в основном бұл құрт болған кезде. Қанға өтіп кетеді, теріге өтіп кетеді құрт. Сол кезде бет ауыз бөртіп, адамның сондай бөртпелер шығып, жыбырлап, қышып, етті тамақ жеген кезде, қуырылған жеген кезде міне сөйте бастайды. Мына өнім сол біздің қанға өтіп кеткен құрттарға дейін шығарады. Құртты шығарған кезде бұл өнімдер бар ғой, тірідей шығарып жібереді организмнен. Құрт мысалға өліп қалатын болса, өлтіретін болса, мысалы аптеканың жаңа вермоксы не істейді, ол құртты өлтіріп тастайды. Құрт сосын біздің организмге қалады ғой. Қалады, шірейді ол да жаңағы разлагация ете бастайды. Организм одан әрі интоксикациялана бастайды. Мына өнімдер живую шығарып жібереді соларды. Құрт әрбір 21 күнде жұмыртқалайды екен. Оның да аналығы болады. Бастапқыда міне сол құрттың аналығын бәрін шығарып жібереді. Одан кейін барып ана 21 күннен кейін жұмыртқаны жарып шығаратын құртты шығарады. Одан кейін бүткіл соның қалдықтарының барлығын шығарады. Құрт деген ол живой организм болғаннан кейін ол біздің ішкі органдарды тістейді. Ол да өзінің нәрсін шығарады. Сондықтан да бізде организм улана бастайды, интоксикациялана бастайды. Адамдардың аузынан жаман иіс шыға бастайды. Вот сол кезде біздің раковый клеткалар рахаттанады. Сөйтеді да жаңағыдай раковый клеткалар солармен қоректеніп, сіз бір депрессия, қатты стресске түскен кезде аналар деген міне бірден өршіп шыға келеді. Содан адамда онкология деген пайда болады. Green Greens бар, иә, Қыдыркүл апай бар. Green Greens'тің бағасы қанша еді? Green Greens'тің бағасы 38 мың теңге ғой. Green Greens деген өнімі бұл 6 айда мынау из ростков пшеницы дейді, жабай, арпа, бидай, сұлы міне мынандай ғана болып өскен кезде, анау бойына құнарлығын жібермей тұрған кезде, соны орып алады да, міне сөйтіп, содан мына өнімді дайындайды. Сублимациядан өткізіп, міне ішіндегі тәттілерін барлығын алып тастап, ағзаға пайдалысын ғана қалдырады. Сөйтеді да, осы стиктардың ішіне салып қояды. Сондықтан да бізде Green Greens магазинде бітіп қала береді. 6 айлық өнімді бір жасап шығарады, сатылып кетеді, сосын тағы да күтеміз кішкене. Ал менде міне бір пачкасы тұр Green Greens'тің. Қазіргі Active Greens бар ғой, Bepik Greens, Bepik'тің өзінің шығарып жатқан. Бұл да енді составы осымен бірдей, бірақ оған қарағанда мынау Green Greens одан да мықтырақ. Сондықтан да бұл пока қазір магазинде жоқ. Қажет болса міне бір пачкасы бар 38 мың теңгеге. Бөліп төлеп алам десеңіздер де болады. Мен бөліп төлеп, жаңағыдай тіркеліп алам десеңіздер де болады. Неге шығыңыздар WhatsApp-қа, мен сіздерге барлығын толық түсіндіріп берем. Ал басқа сұрақтарыңыз бар ма тағы да? Сондықтан да бірінші сіздер келіңіздер, міне осы өнімдермен жұмыс жасай бастаңыздар. Одан кейін барып жолдасыңыз, балаңыз бар ма үйіңізде? Мынау full табыспен жұмыс жасаса болады. Біз қазіргі таңда міне біздің бұл уже отбасылық кәсібімізге айналды. Егер бұл жерде табыс болмаса, денсаулық болмаса, мысалы ер кісілер міне жаңа Ерлан аға кіріп кетті ғой. Ол кісі жүрмеседі мысалға бұл жерде. Ер адам деген міне отбасының жаңағы асыраушысы ғой, отбасының қамқоршысы. Міне сол кісілер 6-7 жыл болып қалды осы компанияда жүргендеріне. Жақсы табыс тауып жатыр. Жылына 2-3 рет шығады шетелге. Сосын компания күшті, мынандай летний каникулдар беріп тұрады. Компания өте жақсы. Вице-президент өте қарапайым кісі. Біздің қазақтың менталитетіне жақын.
әрбір елге баратын кезде сол елдің мәдениетін, салт дәстүрін бәрін зерттеп келеткен ол кісілер. Сосын құрметтейді соны. Сондай қарапайым жақсы кісілер. Постоянно зумға шығып отырады. Бір жаңа өнім шықты ма, өздері шығып түсіндіреді. Даже мына өнімдерді шығарған Адам Сауседа, Баламури Амбати, мына өнімдердің барлығын Америкада ең мықты мына медицина, неврология саласындағы мамандар шығарған. Мына иммунокодты мысалға Уильям Хэнк 30 жыл осы аутоиммунный заболеваниемен ауыратын ауруларды зерттеп келеткен кісі шығарған мынаны. Иммунокодтың өзі, мына өнімнің өзі, ішінде 90 капсула. Мынау аутизммен ауыратын балаларға, ЗПР, ДЦП, тұқым қуалайтын аурумен ауыратын балаларға өте күшті, детский гайморитке күшті. Иммунитетін көтереді баланың. Қазір ондай балалар да өте көп бізде. Мысалға жаңа Замзаның бір туысы баласы ЗПР-мен ауырады екен, арнайы бір неге апарады екен, сондай ұйымға апарады екен, 300 мың төлейді екен айына. Жаңа баланы сауықтыру үшін. И то ол жерде тек қана жаңа жаттығулар жасайды, нетеді, үйтеді, бүйтеді. Мен айтамда, міне осы иммунокодпен Элефті берсін, болды. Бізде Айнұр Хамитова деген келіншек бар. Сол келіншектің баласы сондай ЗПР-мен ауырған, өзі военный болған. Содан жұмыстан шығып үйінде отырады баласына қарау үшін. Сонда оған айтады, Элеф бер мені. Элефтің бізде тәтті түрі бар ғой. Элефті бер, балаңа жақсы болады, мені иммунокодты бер деп. Содан сенбейді ол бастапқыда. Барлығын көреді, анда барады, мында барады. Сонда көпшілігін айтатын, баланың иммунитетін көтеру керек, ұйқысын дұрыстау керек деп айтады екенмін. ЗПР-мен ауыратын балаларды. Содан не істейді, жарайды, онда алып көрейін дейді, алып ішкізе бастайды. Міне, қазір баласы кәдімгі обычный мектепке барады. Сол диагнозынан арылды. Осы арамызда жүр. Сондай кісілер сол нәтижесін көргеннен кейін келеді ғой бұл компанияға. Дәрігерлер жүр қаншама, медсестралар жүр осы жерде, военныйлар жүр. Мен мысалға жазушымын, мен де жүрмін осы компанияда. Қарап отырсаңыздар, мен жаңа Жұмабек Зайдин, ол кісі тоже военный. Ол кісі де жаңа инсульт алғаннан кейін осы өнімдерді ішкен, нәтижесін көрген, содан кейін мен келген. Бастапқыда бәріміз денсаулыққа келеміз. Одан кейін барып жұмыс жасай бастаймыз. Неге? Өйткені мына өнімдерді ішкіміз келеді. Сол себепті жұмыс жасаймыз. Өзіміздің нәтижемізбен бөлсеміз, ақпарат береміз, сол үшін бізге компания ақша төлейді. Біздің магазиніміз, міне біздің аузымыз, ешқандай қиындығы жоқ. Қазір әлеуметтік желіні қолданыңыздар, әлеуметтік желіде бәрі отырады, сағаттап отырады. Бір видео түсіріңіз, міне иммунокодты біз іштік, осындай нәтиже берді. Болды, сол видеоны Инстаграмға, ТикТокқа, Ютубқа, статусыңызға салыңыз. Болды, келеді адамдар. Өткенде Зумда бір келіншек айтып жатыр. У меня ничего не получается, мен уже қанша болды осында жүргеніме, команда құра алмадым, мен сата алмай жатырмын, бүйтіп жатырмын, сөйтіп жатырмын деп. Ол просто блок қой адамдағы ішіндегі. Мен үйтемайым, бүйтемайым деген сайын оны істей алмайсыз. Мен істеймін, жасайын деп ниеттеніп келсеңіз жасап кетесіздер. Сөйтесіздер, міне сол бір видеоны саласыз, ол видеоңыз сіздің 24/7 айнала береді. Мысалға, Инстаграмда да, ТикТокта да рекке шығатын болса, мен сол жерден сізге холодный контакттан адамдар келеді. Ал мына өздері көрмеген, әлі білмеген, ішіп көрмеген адамдар өтірік деп олар айта береді. Өйткені олар өздері ішіп көрген жоқ, өздері қолданып көрген жоқ. Өзі істей алмайды, өзгенің істеп жатқанын көре алмайды. Міне сондай адамдар, ішдар адамдар. Сосын үнемі жоқ деп жыланып жүретін адамдар. Оларда үнемі жоқ болады, үнемі сондай болып жүреді ондай адамдар өзі. Сондықтан да ең бірінші ішіп көрулеріңіз керек өздеріңіз. Бойыңыздан өткізіп көріңіз, содан кейін уже мына продукцияны сезінесіз ғой, нәтиже аласыз, содан кейін бар мені шығып айта берсеңіздер болады. Ешқандай оның қиындығы жоқ. Рахмет, көп Әділ мырза. Ал басқа сұрақтарыңыз болмаса, мен эфирдан шығайын. Қазір мына жерге тағы бір рет WhatsApp-ымды жаза кетем. Сол WhatsApp-қа шықсаңыздар, ақпарат, консультация тегін. Жұмыс жасайым десеңіздер де келіңіздер. Қарыз, кредит көп менде, соны жабам десеңіздер де келіңіздер. Өз жерде мысалға кейбір кісілер денсаулыққа келеді, ал кейбір кісілер ақшаға келеді. Мен өз сұрайым, сіз денсаулыққа келіп жатсыз ба, или табыс жағына ма? Соны ол кісі айтады ғой, мен денсаулыққа бірінші ішіп көрейін деп. Сол кезде мен мына өнім туралы, қайсысын неге ішу керек, сол туралы ақпарат беремін. Ал егер мен чисто маған табыс керек, ақша керек деп келетін болса, онда мен ақша табыс жағын түсіндірем. Сондықтан да мұнда денсаулық та, табыс та бар. Келіңіздер, ешқандай қиындығы жоқ. Үйде отырып жап-жақсы жұмыс жасауға болады. Ал бүгін күндеріңізге сәттілік, бірге болғандарыңызға көп рахмет, лайк, подаркаларыңызға рахмет. Рахмет, Бони. Сау болыңыздар.